айтыңыз, қандай заңда қарастырылған? Бәрін алып келіңіз бері қарай. Ташанова Асия фамилиясы. Кім? Ташанова Асия. Айтыңыз оны. Ешқандай заңда қарастырылмаған нәрселердің бәрін бізден сұрайды. Біздің жеке конституциялық құқығымыздың бәрін бұзып жатыр мына кісілер. Положение сұрасақ, положениялар жоқ қолында, көрсетпей тұр. Ася апайдың немересі, сол қыз бала звондап шақырды. Ар жақта мамамыз ұрып жатыр, соғып жатыр деп. Сол үйден жүріп барсам деген кәдімгі органдардың адамдар болғанда, они мне представились как дознаватели Аузовского района, Гүлмира деген қызы бар. Сосын Кубараков деген, мен өзінің оны алдында да көріп жүрген сотта. Сол Кубараков болды, сосын Жексеков болды, Мерзадинов Жанасбек болды, бірақ ол деген машинаның ішіне отырып алды, ары кетіп қалды ол. Ол кісі кірген жоқ территорияға. Сол Момышұлы 36-ға келіп, бәрімізді ұрып-соғып, сөз шыққаннан кейін ұрып-соғып, бәрін. Сосын тиіп бәрімізді неге алып кетті Аузовский роводаға. Ол ровода на Матазалка бойында. Матазалка бойында келдік, шешемізді ұрып тастаған, үсті-басы көгілі. Сосын дежурный частьке бардым, мен айттым, біздің шешемізді ұрды, осылай соқты деп, Кубараков деп. Сол кейін бізді судебно-медицинская экспертизаға жіберді, сол жерден өтті медицинская экспертизаны. Сол кейін қанша күн өткенін білмеймін, Кубараков жоқ болып кетті, орнына Айлан деген бір адвокат пайда болды. Жексековтың адвокаты Айлан. Фамилиясын Ескеров Айлан, иә. Сол кісі мен роводаның қасынан кездесіп, мен Жексековтың адвокаты боламын, Мирзадинов мен неткен, негізі мына Жексековтың адвокатымын, мен сізбен сөйлесуім керек, сіз Ася апайдың қызысыз ба, иә деп неткеннен кейін бұлай апарып, где-то роводаның түбінде сөйлестік. Шешеңізді көріңіз келсе, роводан тірі шыққысы келсе, если вы хотите, чтобы она вышла живой, невредимой, вы должны написать, вызвать Жармухаметовну и должны написать заявление, отказ, что мы отказываемся добровольно от этого участка, что этот участок Жексекову принадлежит, деп, под его диктовку біз летний кафеге жаңа Раушан деген қыз екемізді машинаның ішінде бірінші жаздық, одан кейін роводаның қасынан машинаның ішінен жаздық, отырып сөйлестік, сосын ол деген роводадан неге алып кетті, қазір біз сделаем вид, чтобы подозрение болмасын деп, бір летний площадкаға апарды. Ол расположен на Абая и Алтынсарина, да, чуть ниже Алтынсарина, ниже Абая, Алтынсарина. Сол жерге отырғызған кейін Раушанға айттым, енді Раушан, мамамыз тірі болсын, енді жерді ұрып кетсін, бәрі ұрып кетсін, шешеміздің тірі жағы керек, сол жазсаң жаз деп. Сонымен Раушан в присутствии меня под диктовку Айлана она написала сондай расписканы. Сөйтіп қорқытып-үркітіп бізге расписканы жазғызып алған. Қазір шешеңізге укол саламыз, подвалдан шықпайды, подвалдан тек қана трупы шығады. Біз бір укол жасаймыз, содан кейін судмедэкспертиза бізге заключение береді, андай, умерла от сердечной недостаточности деп. Потом вы кому докажете, что она кто-то ее убил или она... А распискада не деп жазып бердіңіз? Расписканы под диктовку Айлана написали. Что написали? Написали, да, действительно, мы не хотим эту землю деп. Сол под диктовку жаздық, осылай жазсаңдар, шешелерің тірі қалады деді. Енді ол расписка бойынша, ол расписка бүгін қандай да бір жаңағы сотта қандай жаңағы іс жүргізіліп жатыр ғой? Қылмыстық іс болсын, басқа істер болсын, сол істерге осы распискаларыңыз ілінді ме бір жерде? Ілінген жоқ, вообще ілінген жоқ, көрсеткен жоқ. Одан кейін 2-3 күннен кейін мамамыз да өзі келді үйге. Соған қуандық.
Енді егер де сізді қазір мына сіздің сөзіңізді осы жаңағы естіген азаматтар сізді қорқытқан, жаңағы сіз айтып отырсыз, сіз емес тағы да Әсия Ташенованың қызын қорқытқан сол кісілерді бүгін сіз айтып отқан сөзіңізге қарай өтірік айтып отыр, жалған ақпаратты беріп отыр, біз сізді сотқа береміз десе, сіз не айтасыз осыған? Мен онда государственный детекторға барсын. Осыны мен дәлелдеп беремін, басқа дәлелім жоқ. Дүйсенова Рита да дәлелдеп береді. Мен Тамара Дүйсеновада болдым ғой приемда 30 май күні. Она сказала, там хотела Жданова выступить. Жданова все мои документы стирала, уничтожала. Документов все, регистрации нету. Куда я пишу, документы постоянно. Она волокитством занималась, она отпиской занималась. Она расследование не вела. Ее судить надо. В прокуратуре ей нет места. Сейчас на место Ахмедчанова Марата сел Чиндалиев. Чиндалиев тоже уничтожал мне все документы. Как он в генеральную прокуратуру сейчас сел? Вы думаете, Чиндалиев будет решать? Нифига, он не будет решать, потому что он замешан тоже здесь. Где мои все документы? Кайрат Кожамжаровтан барған документтер қайда, Чиндалиев? Жданова, где мои документы? Почему мои документы постоянно исчезали? Где мой протез? Почему при Рашиде Тусупекова все решалось? При Кайрат Маме в Верховном суде решалось. Почему сейчас никто не решает? Потому что они связаны. Қарға қарғаны көзін шықмайды. Все мошенники, всех надо судить. Это я буду добиваться. Мы люди честные. За нами миллионы народ стоит. За этим генералы, полковники все следят и говорят, это невозможный ужас. Сажать всех надо. Жоғарғыдағы отырған парламенттің адамдар қайда қарап отыр? Зачем мы депутаты выбираем в Сенате, Мажилисе? Куда они? Они думают, не видят? Они все видят. Они просто не хотят на это внимание обращать. Потому что это все раскроется, много дров наломается. Им я свое добьюсь. Я свое имущество, детей, сирот своих внуков верну. Маған Алла шығарып береді бәрін. Тамара Дүйсенова не деді сізге? Тамара Дүйсенова айтты. Ждановты туралы айтып отырсыз ғой қазір Жданова. Мен осының бәрін дәлелдеп айттым ол кісіге. Тамара Дүйсенова мұқият тыңдады. Менің ана адвокаттарыма сөз берілмеді. Бірақ айтты в заключение. Бір айдың ішінде дұрыс жауап берілмесе, маған қайтадан жазыласыздар, президенттің алдына бәрін бүйтіп аламын да қоямын деді. И я жду этого ответа.